Құтқармаса құрдымға кетеді. Ашық жарияланған соңғы статистикаларға сүйінсек, қазірдің өзінде елімізде 300 мыңға жоқ кәсіп көзі жабылып қалған. Карантин жалғаса берсе, бұл көрсеткіш еселене түспек. Күн өткен сайын карантин салдарынан ісі тоқтаған азаматтар жиналып, нан табуға рұқсат етіңдер деп базынасын жеткізуде. Тақырыпта Айбек Қосан жалғастырсын. Ең алдымен қазір кезде шағын және орта бизнесті біз құтқаруымыз керек. Мемлекет тарапынан дер кезінде қолдау берілмесе, бизнестің күні қараң. Бүгін Азат Перуашевтың бастамасымен өткен республикалық онлайн жиында бас қосқандардың негізгі базынасы осы болды. Арендалық төлемдері бар. Салықтан босатса лицензиялық нелер төлемдері бар. Банктік несиелері бар. Коммуналдық төлемдері бар. Оларды осы ағымды төлемдерді кеңге қалдырса да, егер мысалы несиені мерзімді сонымен бірге осы тиісті мерзімге арғатай жалғастырмаса, осы мерзім біткен соң олардың ағымды төлемдері 2-3 есе көтеріліп кетеді. Жеңілдік деген атғана демесең, жиналып қалған қарызды топтастырып төлеген оңай емес. Кәсіпкерлерге жеңілдетілген несиенің де жетпей жатқаны сөз болды. Ішерге тамағымыз жоқ, жұмыс істеуге рұқсат беріңдер деп жиналған халық. Орталық базарда киім-кешек, азық-түлік сататын сауда орындарында 3 мыңға тарта адам еңбектеніп келген. Базар жабылғалы күнделікті табыстарынан қағылған. Бір үйде 8 бала асырап отырмыз. Ішерге тамағымыз жоқ. Мына базардан тапқан табысымды үйге тек сығымдап алып барып ішіп жеп отырмыз. Бір күнде 4 буханка нан жейміз, 1 литр сүт ішеміз. Кішкентай баламыз бар емшекте. Үкіметтің беріп отырған 42.500 теңгесін алған жоқпын. Пожалуйста, бізге базарды ашыңыз. Біз жұмыс жасағымыз келеді. Бала шағамызды асырағымыз келеді бізге. Ашылсын! Жиналғандардың дені 42.500 теңгені де ала алмағандарын айтады. Тіпті ол тиынға мұқтаж емеспіз деп өзектерін өртеген өкініштерін жеткізді. Тек жұмыс істеуге мұрша берсе, барлық қауіпсіздік талаптарын сақтауға ант су ішіп отыр. Қазір 400 адам қайға барамыз аға? 400 адам, 300 адам бар. Осы адамдар қайға барады? 10 адам жұмыс істесін, қалғандары күн көру керек қой. Ұрлық жасасын ба, қылмыс жасасын ба, не жасау керек? Оңай емес. Бұл елордадағы базардың сатушылары. Олардың да талабы бір, тек жұмыс істеуге рұқсат етіңдер дейді. Басқа ештеңе сұрмаймыз деп жалынғандай болды. Біз айтқанын істейміз, бәрін істейміз. Бірақ ондай шуды шығармаймыз. Біздің айтатынымыз, біздің жейтін нанымызды ашып берсеңіздер, бізге 42.500 керек емес. Пешене теріміз керек, өзіміз істеп, өзіміз табамыз. Кредитті жабуымыз керек, өзіміз өкіметке, банкке жаппасақ тағы болмайды. Біздікі таза бейнет балам. Базарда нәпақасын тауып жүрген тараздық кәсіпкерлердің де наразылығы өз алдына бір оқиға. Кәсіпкерлер, егер базар ашылмаса, қарызға белшемізден батамыз деп ашуланған болатын. Біздің шынамыз бітіп, біз осында келіп, осында әкімшіліктің өкілдері келді, прокуратураның өкілдері келді, санэпидстанцияның өкілдері келді. Сонымен біз соларға сұраныспен шығып тұрмыз, біздің базарды ашу берсін деп. Бұл жалпы жағдайдың бір көрінісі ғана. Карантиннің кесірінен қызмет көрсету саласының көптеген түрі жабылды. Бизнес банкрот болса, қызметкерлері жұмыссыз қалады. Қарапайым қағида. Шағын және орта бизнес дегеніміз халықтың нақ өзі. Кішкентай ғана микробизнесқа қолдау көрсету керек, себебі ол тікелей қарапайым халықтың күн көруіне әсерін білдіреді, және де оған көп азаматтардың күн көру жағдайы байланысты. Карантиннен көтерем болып шыққан бизнес қайта жандана түссе де хал ахуалы мәз болмайды, қолдауға зәру. Экономист мамандар жеңілдетілген несие дегенің қарапайым кәсіпкерлер үшін қолжетімсіз дейді. Кәсіпкерлер үшін қажетті қаражат 1,5-2 миллион теңге, ары кеткенде 3 миллион теңгемен шешіледі мәселелері. Ары қарай бизнесін жүргізіп кету үшін қазір көпшілігіне сондай көлемде қаражат керек. Ал енді сондай қаражатты сұрап барып алу үшін сіз 10 миллион, 15 миллион теңге тұратын дүниені кепілдікке қоюыңыз керексіз. Енді бәрін айтатыным сондайда, егер де менің басымда ондай жылжымайтын мүлкім болса, егер де менің басымда осындай жылжымайтын мүлікке тұратындай қаражатым болса, мен оны сатып жіберіп, сол қаражатпен ақ өзім бизнесімді дамыта бермеймін ба деген сұрақ қойды. Қазір кезде банктерге қарыз болып кеткен. Қазір кезде банктерге несие жабуға жағдай жоқ. Кәсіпкерді қалай біз қолдай аламыз? Оларға қандай жеңілдік болады деп осындай сұрақтарға нақты, анық жауап әліге дейін жоқ. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы толық орындалмай жатыр деген сөз. Атқарушы билік президенттің пәрменін парыз деп қабылдап, орындауға келгенде сүннет деп ойлайтын сияқты. Айтып айтпай не керек? От пен судың ортасында шырпыр болған сол қараша халық. Айбек Қосан, Рустам Абильдинов, Бас жаңалықтар.